алдарыңыздағы автоматты топтасқан өлшеу қондырғысындағы спутник қондырғысының жұмысын түсіндіреміз сіздерге. Яғни біздер өткен сабақтарда айтып жүрміз, автоматты топтасқан өлшеу қондырғысы, яғни бірнеше скважинаның өнімін бір жерден жаңа автоматты топтасқан өлшеу қондырғысына орналасқан спутник қондырғысының көмегімен біз әр скважина өнімін жеке-жеке өлшейміз. Мына жерде тұрған өздеріңіз көріп тұрсыздар автоматты топтасқан өлшеу қондырғысының іші. Яғни біз автоматты топтасқан өлшеу қондырғысының ішіне дұрыс қоршалуы, ал ыдыстың аузы герметикалық қақпақпен жабылуы тиіс. Қондырғыны сырттай қарау барысында бірінші кезекте технологиялық және аппаратуралық блоктың жерге жерге тұйықтау өткізгіштерді қосу орындары арнайы белгімен белгіленуі тиіс. Құбыр коммуникацияларын қарау кезінде фланецті қосылыстардың герметикалығына және олардың крепежбен толықтырылуына көз жеткізу қажет. Шпилькалардың диаметрі фланец тесігінің диаметріне сәйкес болуы тиіс. Шпилькалар олардың резьбалық бөлігі бұранданың 1-3 жіптеріне гайкадан шығып тұратындай етіп орнатылуы тиіс. Студенттер сіздердің алдарыңызда QZ бағдарламасына дайындалған, яғни барлық сабақтарда қолданып жүр бірінші емес, яғни сол себептен сіздердің алдарыңызда өткен тарауларды, сабақтарды үйге берген тапсырмасынан да бар ішінде, соған дайындалған тест тұрады. Жасанды әдістердің бірі, яғни өнімі аз, терең скважинадағы өнімді көтеру арналған, яғни терең сораппен өндіру деген әдістердің бірі. Мына сіздердің алдарыңызда тұрған фонтанды әдіспен мұнай өндіру. Яғни алдарыңызда тұрған фонтанды осы фонтанды арматураның көмегімен біздер мұнайды өндіреміз. Яғни бұл табиғи өз бойындағы қысымымен мұнайдың фонтандауы. Яғни ешқандай кедергісіз, ешқандай қосымша жабдықты немесе басқа нәрселерді